Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін өте дәмді, жылдам дайын болатын фарштан ас дайындайтын боламыз. Бұны кешкі асқа немесе түскі асқа осылай дайындап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тартылған етімізге нанымызды қосатын боламыз. Нанды яғни суға салып жібітіп алатын боламыз. Суын қолымызбен сығып осылайша тартылған етке қосамыз, оның үстінен пиязымызды және дәмдеушілерді қосамыз. Міндетті түрде бір ас қасық осылай майонез қоссаңыздар, фарштарыңыз өте жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Осылайша лопатканың көмегімен толықтай араластырып шығамыз. Соңында қолымызбен араластырамыз. Осылайша біздің котлеттеріміз дайын болды. Енді қолымызды кішкене сулап алатын боламыз. Сулап бірдей етіп домалақ пішінге келтіріп, қалауыңыз бойынша сопақша етіп істеп шықсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша осылайша котлеттерімізді домалақ етіп алдым. Котлеттерді дәл осылай домалақ етіп дайындап алған болатынмын. Гарнирге күрішті қайнататын боламын. Міндетті түрде күрішті жақсылап жуып аламыз. Үстінен қайнап тұрған осындай су құятын боламыз. Сол кезде күріштеріңіз жабыспайды, бірігіп қалмайды, дана-дана болып шығатын болады. Осылайша күрішті жақсылап жуып алдым. Үстінен қайнақ суды құйып, астын орташа отты жағып, бетін жауып 15-20 минутқа қалдыратын боламын. Енді котлеттерді қуыра бастаймыз. Үстінен кішкене сұйық майымызды құйып, астын жағып, котлеттерді орналастырамыз. Котлеттеріміз осылайша барлығын орналастырып, екі бетін қызартып, қуырып алатын боламыз. Котлеттерді осылайша екі бетін қызартып қуырып алдым. Бөлек ыдысқа сала тұрамыз. Біздің котлетіміз дайын болып шықты. Сол арада күрішіміз де пісіп шыққан болатын. Осылайша жақсылап бір қозғап аламыз және дәміне қарай тұзымызды қосатын боламыз. Осылайша біздің күрішіміз дайын болып шықты. Енді астын өшіріп, бетін жауып қоятын боламыз. Котлетімізді қуырған майға бір ас қасық осылай томатты қосып, толықтай онда кішкене қуырып алатын боламыз. Томатымызды кішкене қуырылып, араластырып болғаннан соң үстінен 100-150 граммдай ғана салқын суымызды құйып қайнататын боламыз. Жарты қасықтай тұзымызды және томаттың ашылығы шықпас үшін бір қасық қантымызды қосатын боламыз. Осылайша толықтай араластырып шығып, котлеттерімізді осының үстінен орналастырамыз. Орташа отқа бетін жауып 15 минуттай ғана қоямыз. Сол кезде біздің котлеттеріміз одан да жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Осылайша біздің фарштан жасалған тағамыз дайын болып шықты. Күрішке осылай жүгері қосқан болатынмын. Сәндік ретінде қалауыңыз бойынша горох қоссаңыздар да болады. Кез келген гарнирге картопты немесе гречканы қайнатып қоссаңыздар да болады.
Осылайша біздің кешкі асымыз дайын болып шықты. Котлеттерді осылай 10-15 минуттан соң бетін ашып, қасықтың көмегімен осылайша барлық соусын бетіне құйып шығатын боламыз. Кешкі асымыз дайын болды. Достар, сендерді дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәміне енді сөз жоқ, өте жылдам, өте жеңіл, тез дайын болады. Асығыс кезде осылай дайындасаңыздар болады. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, менің парақшама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде менің салған видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Менің парақшамда өте пайдалы, өте жеңіл, тез дайын болатын тағам түрлері көп. Кіріп, тіркеліп көрсеңіздер болады. Достар, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын. Кешкі асымыз дайын болды. Достар, сендерді дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәміне енді сөз жоқ, өте жылдам, өте жеңіл, тез дайын болады. Асығыс кезде осылай дайындасаңыздар болады.